Қазығұрт ауданындағы Ащыбұлақ жалпы орта мектебінің балалары мен ұстаздары үшін биылғы қыркүйек айы ерекше оқиғамен есте қалды. Себебі бұрын жоғары жылдамдықты интернеттің өзіне әрең қол жеткізіп келген мектеп ұжымына жаңа IT орталық пайдалануға берілді. Оған қоса осы орталықта өз деңгейінде балаларды оқыту үшін цифрлы Қазақстан бағдарламасы аясында секундына 100 мегабайтты құрайтын интернет орнатылды. Бұрын соңды мұндай тың технологияларда көрмеген ауыл балалары үшін бұл үлкен жаңалық еді. Әзірге робототехниканың тілін білетін бір ғана маман балаларды оқытуда. Қазір уақытта бұл мұғалімдерімізді осы IT сыныбына қосымша курстарға жіберу арқылы білімдерін шынықтырып, сонан соң оқушылар бұл IT сыныбының жаңағы программасымен еркін жұмыс жасай алады. Ол еркін жұмыс жасай алады дегеніміздің дәлеліне кететін болсақ, үй тапсырмасын орындауда, мұғалімсіз қосымша жаңағы программа арқылы тапсырмаларды орындауда оқушы интеллектуалдық жүйеге қалыптасатын, сол жаңа жағдайға жеткізуге болады деген. Мектептегі робототехника кабинетінде қазір 1 мен 11 сынып аралығындағы балалар цифрлы технологияның қыр-сырын меңгеріп жатыр. Балалар ұстаздардың көмегімен өндіріс орнында зерттеу жүргізуге арналған шағын роботтарды құрастыруды және оны қозғалтатын бағдарламалау жүйесін үйренуде. Бұл роботты маған сейдіханаға үйретті құрастыруды. Бұл роботты бір аптада құрастырып біттік. Бұл роботтың қызметі жүреді және адамдарға пайдасы өте көп. Бұл роботты ұялы телефонмен басқарасын. Бұны Bluetooth арқылы басқарасын. Мектептегі IT орталық Нұр Отан партиясының қолдауымен ашылып отыр. Қазір түрлі қолтемірлерді құрастырып жатқан балалар болашақта жасанды интеллектіні өздері ойлап табады дейді ұстаздар. Біз әлі жасанды интеллектке жеткен жоқпыз. Цифрлы робот жасауды қазір қолға алып жатырық. Негізінде, болашақта Құдай қаласа жасанды интеллекті болашақта жасанды интеллекті құрастыратын осы оқушылар болып есептелінеді. Ащыбұлақ жалпы орта мектебінің ұжымы бүгінде цифрлы Қазақстан бағдарламасының бірқатар игіліктерін көріп отырмыз дейді. Мәселен, аталған мемлекеттік бағдарлама аясында биылдан бастап орта білім ордасында электронды күнделік енгізілген. Соның арқасында көптеген ата-аналар үйінде отырып-ақ ұл-қыздарының оқуда қандай баға алып, олардың сабақ үлгерімі қай деңгейде екенін біліп отыр. Мұғалімдер өз пароль мен жаңағы күнделікті ашып енетін болса, ата-аналарға да парольдар таратылып, сол парольдар арқылы кез келген ата-ана жаңа күнделік кезетке кіріп, өзінің баласының білімін, жағдайын бақылауына мүмкіншілігі бар. Және ол пароль бір ата-анаға берілген пароль екінші ата-анаға берілмейді. Сонымен бірге білім ұясында биыл 60 оқушы электронды түрде 1-ші сыныпқа қабылданып, тағы ондаған ұстазда тест тапсырып, жаңа жүйе арқылы жұмысқа тұрған. 490 бала білім алып жатқан мектептегі ұстаздардың жартысынан көбі қазір жаңа форматта дәріс беріп, жоғары жалақы алып отыр дейді мектеп басшылығы. Ерлан Отарбаев, Мұрат Адинаев, ТВК телеарнасы.